Ассалаумағалейкум достар, сәлем достар, бәріне сіздермен бірге Асқар, бұл Асқар Нұраков YouTube арнасы. Бүгін біздер өте маңызды нәрсені айтатын боламыз. Ол маңызды дегенде қалай? Кімдер ютубер болу керек? Жалпы айтқан кезде мен осы видеоны шығармастан бұрын, жалпы менің каналыма тіркелетіндерге айтарым, бұл каналда сіздер неше түрлі бизнеске байланысты, немесе YouTubeға байланысты, TikTokқа байланысты, Instagramға байланысты сұрақтарға немесе солар туралы жалпы жұмыстарды айтып отыратын боламын. Яғни өзімнің білгенімнің, өзімнің басынан өткен. Жалпы айтқан кезде кімдер ютубер бола алады? Бүгінгі айтатын тема. Кімдер жалпы? Мен көп адамдардан сұраймын, менің жасым мынандайда, жасым үлкен, немесе жасым кішкентай, көбінесе сол 12, 13, 14, 18-ге толмағандармен жасы 40-тан жоғары адамдар сұрайды. Мен ютубер бола аламын ба, мен жалпы қандай ақылды болу керек па, слишком умный болу керек па, көпті көрген болу керек па, шетелді аралаған болу керек па, тілді жақсы білу керек па, сөйлеген сөзі қалай болады, жалпы солардың барлығын олар сұрайды менен. Мен айтам, ең біріншіден ютубер кімдер бола алады? Мейлі сіз жалқау болсаңыз, сабақты 2-ге оқыған болсаңыз, ешқандай сіздің способностіңіз, навыкыңыз жоқ, сөйлей алмайсыз, камерадан ұяласыз. Жалпы айтқан кезде осындай көп дәрежелерден төмен жүретін мысалы адамдар болады ғой, жалпы ол өзінің деңгейі емес, бірақ еңбегіне келген кезде жалқау, амал істемейді, бір нәрсенің соңына шейін тұра алмайды. Сондай адамдар жайлы айтатын боламын енді. Егер сіз жалқау болмасаңыз, шебер болсаңыз, онда сізге тіпті қалай айтуға болады? Сізге тіпті везет деген сияқты, везет деген нәрсе жоқ, әрине еңбек ету керек жалпы айтқан кезде. Менің айтқым келетін нәрсе, енді тақырыпқа оралатын болсақ, осындай адамдар бар. Жалқау болсаңыз, мейлі сіз ренжімеңіздер, енді жалпы айтқанда, мейлі сіз жалқау болсаңыз, сабақты 1-ге 2-ге оқыған болсаңыз, өмірде көптеген жетістікке жете алмаған болсаңыз, мысалы енді еңбек етіп, бір нәрсенің соңына шейін тұра алмайтын болсаңыз, кітап оқымайтын болсаңыз, жалпы айтқан кезде сондай адамдарға да ютубер болуға болады. Қалай деген сіз келесіз мысалы, сіз сөйлей алмайсыз, камерадан қорқасыз. Бірінші сөйлей алмайтындарға байланысты айтайын. Камерадан қорқасыз. Сіз камерадан қорықпау үшін не істеу керек деген кезде, сіз камерадан қорықпау үшін осы мен сөйлеп жатырмын қазір. Бұл менің қолымда тұр қазір. Қазір бір не то сөйлейтін болса, мен өшіре салам, немесе монтаждап, қиып алып тастай салам. Мен соны өзім миыма түсіндіру керекпін. Ешқандай уайымдаудың керегі жоқ. Біреулерге камераны қойсам кетті. Мен бүгінгі нәрсе, айтатын нәрсеміз үш нәрсе, бір нәрсе, немесе қалай ютубер болуға болады деп былай вообще қажет жоқ нәрселерді ұстап беттерін сөйлей алмай, іркіліп, деген сөздерді көп қолдана береді. Жоқ, олай, ол неден келетінін білесіздер ма? Ол сіз камерадан как будто сізді андай прямой эфирге алып атқандай мүмкіндік жоқ, қиып алып тастауға мүмкіндік жоқ. Сен қазір басыңды сондай қатерге тіккен, енді абыройдан айырылатын нәрсеге тіккендей болып сөйлеп, сен қорқып отырасың былай. Так, мен қазір не то айтып қойсам, позор болам. Сол кезде сен бар білгеніңізді ұмытып, миыңыз уайымдап, қобалжып, сен білетін нәрсеңді ұмытып, нәтижесінде мысалы өзін жоғалтып қоясың былай айтқанда. Мысалы әркім көптеген адам, мысалы досымен сөйлескен кезде, үйінде семьясымен, әйелімен, бала-шағасымен, күйеуімен, балаларымен, сыныптастарымен, жақын адамдармен сөйлескен кезде спокойно сөйлеседі. Мысалы сәлем, қалайсың, қалай жағдай, не істеп жатсың сен, анау мынау да. Солай сияқты сіз өзіңізді деңгейге жеткізіңіз. Ол үшін не істеу керек? Сіз камераны аласыз, сіз ойлаңыз, бұл камера просто қайтара салам мен. Қазір мен бір деп сөйлеп қалатын болсам, мен қиып тастай салам. Нәтижесінде әдемі видео шығарам. Солай ғой да? Солай. Сол үшін де сіз бірінші камерадан қорықпау керексіз. Ал камерадан қорықпау үшін сіз 5-ке отличник, там тағы кім еще вундеркинд болудың мақсаты емес. Қарапайым сіз сөйлей алатын болсаңыз, қарапайым сөйлей алатын болсаңыз, онда қолыңызға камераны алыңыз да бір тақырыпты сөйлеп шығыңыз, айтыңыз, түсіріп көріңіз, камерадан өз-өзіңізге айтыңыз. Мен қазір просто бұны ютубқа салайын жатқан жоқпын. Мен просто өзім үшін түсіріп көріп жатырмын. Ешкім мені көрмейді. Соған біз миымды сендірсек, болды, все. Жалқау болсаңыз, енді бұл камерадан қорқатындар жайлы айттық, кімдер ютубер болады. Яғни камерадан қорықсаңыз да сіз ютубер бола алады екенсіз. Ал тағы да айтатын нәрсе, мысалы екінші деп айтайыншы, бұл жаңағы камерадан қорқатындар. Бірінші болса, мынау екіншісі жалқаулар жайлы. Жалқаулар жайлы не айтуға болады? Жалқау мысалы үйге келеді, ұйықтайды, жұмыс істейтін болса жұмыс істеп жүр, бірақ кейбір адамдар болады жалқау болады, оның орнына видео қараған жақсы. Жалқау адам мысалы былай айтқанда бір нәрсенің соңына шейін апара алмайды, немесе жалқау жұмыс істегісі келмейді, видео жасағысы келмейді. Сіз
видеоға көп уақыт кетпейтінін сіз білу керексіз. Және ол жерге физикалық тұрғыда сіздің күшіңіз кетпейді оған. Просто аласыз, сөйлейсіз, сөйлеп көресіз жаңағыдай диктофонмен. Бүгін біздер әлемдегі 5 қызық нәрсе жайлы айтатын боламыз. Топ 5. Қазақша, орысша, ағылшынша телефонға жазасыз. Мысалы, Америкада мынандай водопад бар, Виктория. Мысалы, Еуропада мынандай замок бар. Москвада мынандай Кремль бар деген сияқты. Немесе Алматыда медеу бар деген сияқты. Ол медеу мынандай метрден тұрады деп әр нәрсені Википедиядан ба бір жерден қарап, интернеттен көріп, соны қазақша, орысша, ағылшынша қай тілге ыңғайлы, соны сіз айтып көресіз диктофонда. Айтып шығасыз. Осындай оқып отырыңызшы, жарайды, оқып отырыңызшы. Жазып қоясыз мынандай қылып. Сөйтіп оқып отырасыз. Оқып отырасыз да сөйтіп диктофон қыласыз да, сол видеоны телефоннан монтаждап, солар туралы видеоларды іздейсіздер. Pexels'тен болсын, бесплатно алатын жерлер бар. Сол жерден қарап өзіңізді так, бүгін қазір Лондон жайлы айтып жатырмын, жаңағы Москва немесе сол жайлы айтып жатырмын. Енді сол жерге сол туралы видеоларды қоямын. Тоқтайды, сөйтіп сізде бір еш қиындық жоқ, телефон шұқылап отырып, әшейін сондай видеоларды жасап, сізде нәтижесінде сіз жалқаулықты жайлап жеңе бастайсыз. Жалқаулық, адам не үшін жалқау болатынын білесіздер ма? Потому что ол жұмыстың нәрсесіне сенбейді. Мысалы, бұрын мен жалқау болатынмын, контентке байланысты. Жасамайтынмын. Себебі бұл менің басынан өткен жағдай. Мен де жалқаумын, сабақтан 2-ге оқитын, кейбір сабақтардан 2-ге оқитын, кейбір сабақ камерадан қорқатын адамын, қалтырап, дірілдеп сөйлей алмай, мен қазір қалай сөйлеп отқанын көрдіңіздер. Бұл да маған сразу келген жоқ. Бұл да менде неше түрлі видеолар жасадым, неше түрлі видеоларды түсіріп, сөйлеп, қанша видеоларды мен қиып алып тастадым, қанша видеолар шықпай қалды. Сөйтіп еңбектенудің арқасында осындай нәрселерге қол жеткізе бастадым. Әлі де даму үстіндемін. Сол екінші нәрсе айтатын болсақ, жаңағыдай жалқаулықта сол нәрсеге сене білу керексің сені. Сол саған маңызды нәрсе, өте маңызды нәрсе. Сол үшін де осы жалқаулық деген, жалқау болсаңыз да сіз YouTube'тан жұмыс істей алсаңыз болады. Сосын тағы да енді үшінші тақырып, осыған байланысты үшінші темасы, бір нәрсені соңына шейін жеткізе алмау. Себебі көп адамдар бір нәрсені бастайды, аяқтайтындар аз. Бастайтындар көп, аяқтайтындар аз. Кез келген істе солай. Сол үшін де аяқтайтын адамдар көптеген жетістікке жетеді бұл өмірде. Себебі көп оқиды, көп істейді, көп оқығаннан пайда жоқ, бірақ көп істегеннен пайда бар. Сол екеуінің қосқанда ғана екеуі бір-бірін толықтырады. Нәтижесінде аяғына жететін болса, көп оқу, көп істеу және сол бойынша аяқты немесе жалғасты болатын болса, ол адам жетістікке жетеді бұл өмірде. Есімізге сақтап қояйық, үш нәрсе, жетістікке жетудің үш нәрсесі: білу, істеу және сол жолда қиыншылықтар немесе соны жалғастық қылу немесе соңына шейін жеткізу. Осы үш нәрсе арқылы адамдар жеңістікке жетеді. Сол үшін де мен аяғына шейін жеткізе алмайтын болсаңыз, істі, сіз бір кітапты немесе бір жұмысты, бірақ YouTube'та сіз контент жасадыңыз ба, мысалы осы айда 4 видео салуым керек па десең, сен 4 видеоны сен аяғына шейін жеткізуің керексің соны істеп. Қиын емес. Телефон қарап, прикол, TikTok, MikTok, Instagram қарап жатқаннан оңай. Потому что бастапқы сіздер сол аяғына жеткізу үшін осы бастапқы жолдағы нәрселер қиын болады сізге, есіңізде болсын. Мысалы мен айына қазір 10 контент жасаймын делік. Нәтижесінде ақша түседі маған YouTube'дан. Бірақ міне 10 контент айына мысалы ақша төлеп тұрғаннан кезіндегі айына 10 контент жасағаным оңай болады, чем ақша төлемей бір контент жасағаннан гөрі. Себебі сен сенбейсің, бір нәрсе істеп жатсың видеоны, оған ақша төленбейді уже. Бір контентті әрең жасайсың, потому что сен миың сенбейді, төлемей ма, нәтижесінде жұмысыңда сапасыз шығады, ешкім көрмейді. Сол бастапқы қиын екенін сен білуің керексің да, бастапқы қиыншылық қазір болып жатыр. Ертең жеңілдей береді ары қарай. Мынандай нәрсе бар да, бір істі бастаған кезде сол істеп жатқан ісің жеңіл болса сол уақытта ары қарай қиындай берсе сенде қорқыныш пайда болады. Ал істеп жатқан нәрсең дәл сол уақытта қиын, ары қарай жеңілдейтінін білсең, сенде уже дух пайда болады кәдімгідей. Қалай? Навык пайда болады, уже ар жағы екі есе жеңілдеп кетеді. Істің өзі жеңіл, сіз үшін тағы жеңіл болады, сізде опыт болады. Енді айтатын нәрселер көп әрине, бірақ енді YouTube жайлы мен тағы да осы үш нәрселерді айтып отырмын. Міне кімдер ютубер болады? Жалқау болсын, мейлі ол жалқау болсын, мейлі ол камерадан қорқатын болсын, мейлі ол жасына да қарамайды, мысалы 13, 14, 40, 50, 60-та жалпы адамдарды қарата қалсаң, вниманиясын бұра алсаң, назарын аударта алсаң, қазір енді мен көп айтатыным, бұл қазіргі заманда адамның назары қатты қымбат нәрсе.
сізді біреуге вниманиені аударта алсаңыз, ол өте керемет нәрсе. Сол үшін де қазіргі заманда внимание қатты қымбат нәрсе, соны маңызды екенін біз ойлауымыз керек. Және сол бір нәрсені соңына дейін жеткізе алмайтын болсаң, сен соны білуің керексің. Жаңағыдай осы қиын нәрсе ары қарай жеңілдей беретінін білуің керексің. Расында ютубта солай. Басқа жұмыстар сияқты емес, ютубта бір нәрсені істесең, сол уақытта қиын болады, ары қарай уже жеңілдей береді. Мысалы айта кетейік, 100 подписчик жинау қиын, чем 1000 подписчиктен. Білесіздер ма соны? 100 подписчикті қиналып, теріліп, жинайсың, ары қарай жақсы контент жасасаң, 1000 подписчик резко келеді. 1000-нан 10 000 оңай деген сияқты кете береді. 10 000-нан 100 000 оңай деген сияқты. Сіз еңбек етіп, опыт барлығын үйреніп, дами түсесіз. Еще оған сізге ақша төленсе, онда вообще өзіңіз ойлана беріңіздер. Басыңыз, любой адамның басы істеп кетеді, айтайын, ақша төлеген кезде. Потому что ол табиғи солай. Сол үшін де жаңағы, енді YouTube жайында мотивация айтатын болсам, YouTube жайында не пайдасы бар YouTube'тың жалпы? YouTube'тың пайдасы, үйде отырып ақша табасыз, бұл айтқан сөз енді бір өтірік әңгіме сияқты қазіргі заманда, бірақ расында солай. Үйде отырып ақша табасыз, ақша тауып қана қоймай, көп ақша табасыз. Қанша тапқыңыз келеді, сонша сіздің еңбегіңізге байланысты. Мысалы, осы айда 1 миллион просмотрға мен $500 алсам, келесі айда давай мен 2 миллион просмотр жасаймын. Немесе сағат, 100 000 сағат деп. Енді мен просмотрмен айтып отқаным негізінде сағатқа қарайды ол. Просмотр видеолардың сағат. Сіздерге түсінікті болсын деп, сол 1 миллион просмотр деп айтып жатырмын. 1 миллион просмотр, келесі айда 2 миллион просмотр, давай мен $1000 алайын деген сияқты. Сіз қимылдап бастайсыз солай. Себебі басқа жұмыстарды қоя бастайсыз да, сол YouTube айналса сіздің нақты табысыңызға айналады. Ақша көп табасыз, және ақша табасыз үйде отырып, және ақша көп табуға болады, және өзіңіз қанша тапқыңыз келеді, талпынғаныңызға байланысты сіз ақша табатын боласыз. Енді бір жақсы жері, YouTube Американың компаниясы болғаннан кейін YouTube негізінде доллармен ақша төлейді. Білесіздер, оны доллармен төленеді. Ал доллармен төлейді дегенде қалай сонда? Мен ана жерде настройкадан теңгеге ауыстырып қойсам болады? Жоқ, ол жерде рекламаға ақша. YouTube'та рекламаға ақша ол доллармен қабылдайды. Потому что youtube.com немесе google.com соған қарайды. Ол американский компаниялар, оларға доллармен ғана не қылады. Сол үшін де жалпы айтқан кезде доллармен ақша төленетін білгендеріңіз дұрыс. Ал доллармен ақша төлейді деген сөз, сіз Қазақстанда отырсыз, бір ауылда, Алматы демей ақ қояйын, Шымкент немесе Ақтауда, немесе Алматының бір шетіндегі бір ауылда, Шымкенттің бір ауылында, Шымкенттен Ақтауда қалалар әрине. Бірақ енді бізде қала, ауыл деген нәрселер қазір білмеймін, қай жерде интернет бар, без разница сияқты болып кетті. Бұрын былай өзгеріс болатын, қазір бәрі бірдей деп ойлаймын. Тем более Қазақстанда, мен көзімнің көргенімше айтып отырмын. Енді мен айтатын нәрсем, сіз қай жерде отырасыз, патша сияқты өмір сүруге болады. Представьте себе, сіз Алматыда тұрасыз, бір жерде тұрасыз, Қазақстанның бір жерде тұрасыз. Айына $2000 табасыз YouTube'тан. $2000, 850 000 теңге. Понимаете, ол 850 000 теңге не екен? 900 000 теңге, жарайды 900 000 деп айтайыншы. 900 000 теңге табасыз бір айда. Еш нәрсенің керек жоқ. Бір ноутбук, бір телефон, интернет. Сіздің столыңызда болмауы мүмкін мынандай. Әшейін стол, мүмкін сіз мебельде отырып жасайсыз. Мүмкін сарайда, әшейін кішкентай жерде. Мүмкін мал қораның ішінде деген сияқты қой бағып отырып интернетпен. Әрине бұның бәрі қалжың, бірақ қалжың дегенде осы сөздерім. Бірақ алдыңғы сіз табасыз. Миллиондап доллар адамдар ақша тауып жатыр Американың ютубында. Нәтижесінде сізге ақша төленіп бастағаннан кейін сізде уже бас істей бастайды. Мен ағылшынша үйренемін. Мен қазір ағылшынша білемін жалпы, бірақ ағылшынымды арттырып жатырмын. Ағылшынша жазып қойғам. Еще түрлі нәрселер жазып жатырмын ағылшын тілінде. Мен уже андай подкасттар тыңдап, уже сондай дәрежеге жеттім. Алдағы уақытта тағы да бір ағылшын тіліндегі видеолар түсіруге жоспар деп айтпай ақ қояйын, уже істеп жатырмын. Алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламын. Енді не айтуға болады? Сіздерге тағы да бір мотивация болсын деп, жоғалып кетпейін деп болса видеоны шығарып отырмын. Сіздерге тек просто қимылдаңыздар. Сөйлей алмайсыз, жасыңыз маңызды емес. Сөйлей алмаймын деп қорықпаңыз. Жалқаулық сізге кедергі болмайды, және соңына дейін апара алмайтын болсаңыз, ол да сізге кедергі болмайды. Мен барлығын айтып кеттім. Енді не деймін? Мен каналымдағы басқа да видеолар бар. YouTube жайында сұрақтар болса, Instagramға жазыңыздар. Instagram описаниеда болады. Аскар Нураков деп жазыңыздар. Instagramға менің фамилиям мен атым сияқты. Дәл солай. Осы YouTube-тағыдай ағылшыншасы, енді Instagramда білесіздер ғой. Сөйтіп жазсаңыздар, менің Instagramды тауып маған жазсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса жауап беріп кетемін уақыт болған кезінде. Подписка жасаңыздар. YouTube-ға да, Instagram-ға да қызықтан қалып қоймаңыздар. Пайдалы нәрселерді бөлісіп отыратын боламын.
мен не айтуға болады, арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Асқар. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.